Саз вакалары ақта дарифетмеге азырма студияда мен Султания Истакаева чалышам, хайрлах шамлар. Қырым Жұмхуриетінде коронавирус хасталарының сайысы бойынша антирекорд қайдетілді. Ең yüksek қырқамлар кефеде ве судақта. Емде кечкен авто вефат еткенлерінің сайысы артты. Бұл ақта оператив штаб девамында Жұмхуриет елбашчысы Сергей Аксенов хабер етті. Хаберлер яқшы дегіл, бір авто девамында бізде рекорд таздықланды. 2221 кішіге коронавирус хасталығы юқты. Афсузки будертен 54 өлім бұл ең yüksek сайы олды. Роспотребнадзор Қырымның Дорт муниципалитетінде коронавирус сынырларыны да қатты жәйтмеге тәвсие еті, чөнки эпидемиологик вазиет ағырлаша. Хасталық уч авто девамында Жанкой районында 2 кереге, Курман районында 2,5-ға яқын, Кефеде яқын уч кереге артты. Судақта да айны бойле вазиет. Кечкен сутка девамында коронавирустан 181 адам тедавиленді, хасталық да 335 адамда таздықланды. Бұл ақта өзінің іштимай ағыларындаки сайфелерінде Қырым елбашчысы Сергей Аксенов хабер етті. Пандемия башланғанынан берлі Қырымда бұл хасталық 50,5 беңден зияде адамда тапылды. Яқшы олғанларының сайысы 44 беңден ашты. Бір суткада 7 адам вифат етті, епісі олып коронавирустан 1559 адам өлді. Жұмхуриетімізде маска режимі сақланып қала санитар қайделерінің бозылуына аңнықламақ үшін редлер кечірілі. Сәкінлерінің иммунизациясы девам еті регионда 127 ашлама ноқтасы чалыша, олардан 57-сі көчме бригада жемат ерлерінде есе мобиль ноқталары да мевжуд. Қырым Русияда ел құрыжылығының тезлігі бойынша 5 лидер сырасына кірді. Тек бұл сене девамында Жұмхуриетте 600-ден зияды километр еліні тамир етмеге планлаштыралар. Бұна 16 миллиард рублей айралды. Бұл ақта Қырымның вице-премьер Назира Евгений Кабанов ярым еллық ішінің нетижелері бойынша матбуат конференцияда білдірді. Бұл ақта Айша Шулакованың левхасы. Құружилар күле кранını ерлештіріп темел құралар. Бөле трансформер кран бір тарафқа авдарылмас. Бина төпеге осмесіне автомобиль кран ве ішчелер ярдым етелер. Чоқ қатлыев құружилығының бөле басамағында бұнсыз бір шей япылмас. Новониколаевский микрорайонында 72 квартиралық эв құружилығы кечкен сененің декабрь айында башланған еді. Бұл ішлер ФЦП черчевесінде кече. Енді 9 қаттан 6-сыны тікледілер. Бинаны демір бетондан құралар. Ойер тепренувіне ве күчлі аязларға даяна біле. Ішчелер бригадасы бір даққа тоқтамастан чалышалар. Земаневи технологиялар ве кейфетлі мальземелер kullanıла. Мен белесем, бұл елінің соңына жиі күнлейжеміз. Емде графиктен огде кетеміз. Бұл чоқ квартиралы евны елінің сонында екінлемеге планаштыралар. Репатриантлар үшін 36 квартиралы ев есе енді сакинлеріні қабыл етмеге азыр. Бұны да бір керетешкер. Сонки ішлер азбар абаданлаштырылуы ве илк ішлер кеті. Июльнің сонында тыш қызметші объекттен шықмақ керек. Квартираларын олачақ сайплері көчмек үшін шейлеріні жиялар. Квартиралар бұтын лязыр, кіріп яшамақ мүмкін. Поклеены обои, установлены двери межкомнатные. Дивар кағытлары япыштырылды. Капулар ве санузеллер ерлештірілді. Ашхане бұтынлей донатылаята. Газ печкасы, раковина, ерше ерінде. Умумен Қырымда 637 федераль мақсадлы лейха объекты тікленіле. Оларының умуми фияты 700 миллиард рубледен зияды. Оларының ярыдан зиядысы құрылды. Бұндан ғайры да милли лейхалар бар. Мескен вешер мұйты адлы лейха бойынша 120 бин Қырым сакиніне ев берілежек. Ағымдаки сенеге лейха бойынша Мескеннің 740 бин квадрат метрі эксплуатацияға кірсетмек планлаштырыла. Кечкен сенеге бақанда бұл қошма 45%-дыр. Біз 20 сенені еңдік, огге кетеміз. Ичбір телуке йоқ. Умумен милли лейха бойынша 30 сенеге қадар ел яқын 1,5 миллион квадрат метр мескенні кірсетмек керек едік. Құручылық тезлігіні 2 кере арттырмақ керекміз. Бұл мақсадны Жұмхуриет елбашчысы қойды. Бұңа Қырымның чешет регионларында 700-ден зияде гектар топрақ бар. Қырым Русияда ел құручылығының тезлігі бойынша 5-ші ерді. Бұл ішлерге 2025 сенегеже 230 миллиард қадар рубле масраф етілечек. Федераль мақсадлы программа Таврида трассасыны Қырымның Женеби ялысындаки курорт шерлерінен бағылаған еніш елларының құручылығы реконструкциясы ве капиталь тамираты көрсетілді. Лейха араштыру ішлері өткерілі. Умумен бұл yolларға қошылған ятырымларының миқдары 100 миллиард рубледен зиядедір. Бұнен бір сарада бұл сене Кезлев Ахмезжет yolының құрыжылығыны башлаймыз. Дорт yolақлы yol олacaq. Ахмезжет Кезлев Сарайлы қият yolының екінші басамағына есе елінің соңында кечежеміз.
Бу Алахметжиттен Кеслевгече ярым саат ичинде етіп бармаға имкан беречек. Трасса Сақ шәріні айланып кечечек. Бу сене 600 километрден зияды юл тамир етілечек. Ишлерге 16 миллиард рублек масраф етілді. Айша Шулакова, Архим Бекиров, Алим Сейдалиев, Милет. Бақчысарай районының Фатисала койы яваш-яваш эвелкі яшайышқа қайта. Ерлі сәкендер есе ось ішлерінен оғырашалар. Күн бұ ерде құртыржылар ве гөнілілерінің бір қач группасы чалыша. Көйлілерінің мескендері шымды насыл алда олғаны ве олар евлеріне не заман қайта жақлары аққында Лилия Ислямова біле. Сув кутырле, мені сене япажағымы білмейм. Тупедеки пенжереден чехмах керек олды. Виктор ве Любовь Дзюбан Фатисала көйінде яқын 40 ел яшайлар. Сув бір хачда қайчінде бұтын мал мүлкіні ювып кетті. О вақыт адамлар тек жанларыны құртарма қақта түшінделер. Бізім асмамыз түбінде сув. Мен весеқаларны ве қыметлі шейлерні топладым ве машнаға мендім. Біз енді сув үстінден кечтік. Оғлымы мені келіп алды ве сон бабасыны алмаға қайты. Ходжалық да зарар көрді бұстан ве айванлары. Бұл евде чоқ вақыт қызмет еткен севімлі көпек құру ерге етіп оламады. О елдап чықамады. Біз я өзіміз, я да оны құртармаға білмедік. Шымды МЧС хадемлері ве гөнілелерімні құрытталар. Одалардан лай чықарыла. Адамлар бір-біріне елінден келгені қадар ярдым өтелер. Шымды ең кереклесі бұл урба ве ашайт малары. Көйде электрика yok. Onun için Мында кетірілген техника генератор ярдымымен çalıştırалар. Веран алған евлерінің сәкенлері сой сопларында ве қомшуларында яшайлар. Сув басуының ақбетлерінің йоқ өтівде мақсус техника ярдым ете. Ама дымлықны да бір авта қадар вақыт құртмақ керек олыр. Епсі мағазлар ве гаражлардан сув чекіп чықарылды. Лайның қаты 20-30 сантиметрге же етті. Шымды бұлар епсі темізлене. Бақчасарай районы бойынша 50-ге яқын МЧС ве Крым Спас Қазай Құртарув группалары чалыша. Епісі азбарлардан сув чекіп чықарылды. Тек лайны қолен темізлемек керек олған ерлерде иш қалды. Бүгін ақшам бір евде ве азбарда дезинфекция кечірлігі планлаштырылды. Койде қазадан сон кез арарға Жұмхуриет, құржылық ве мемарлық назерлігінің профиль комиссиясы қимет кесе. Яшамаға ерлері олмаған адам үшін есе вақытынша ноқталар чалыша. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, Милет үшін, Бақчасарай районы. Бұғдай, арпа, желек, картоп 350 гектардан зияды ерді берекетіні Қырымда юз берген филакеті yok етті. Агроширкетлер ава қазасын дежесінде чоқ пара жойдылар. 18.000 гектар көй хожалық ерлеріні су басты. Ең чоқ зарар көрген районлар бұл Бақчысарай ве Ақшех районлары олды. Су басының ақыбетлері аққында ве яғмур қач миллионына ювып кеткен аққында біз зәмлі қамыз. Интернетте дар қалған бұл кадрлар кечкен автобазар күні чекілген еді. Бақчысарай районында ерлешкен залан көйді шейні су қаплап алды. 9 гектар ерде бұтын берекет аман-аман yok oldu. Бізні тенбейледілер су артқаны көтерілгені ақта айттылар, ама бізге еді 10 дақы ішінде бұл қадар су етіп келді. Біз бір жей yapıp yetiştirmedik. Bu bütünle su vakımı еді. Сув басқан вақытта әжеле шекілде дамбалар құрылды. Олар ақымны біраз олса да тұтмаға ярдым етті. Агроволокно деген шейден ясалған ве шымды енді керек олмаған шейлеріні бозалар. Амма чалышмақ евелкі кібі қиын, чүнки чоқ лай топланды. Ескендер Абдулкадыров емош мүлкиетіні құртармаға ашыққанлардан бірі олды. Bu yerde tap o kadar yağmur olmadı. Esasen su vakıp geldi. Umumen ogde iş pek çok. Bir ay evvelsi bu müessesinin görünüşü mına böyle edi. Kırmızı pışkın yemişini onlarca işçi jiyaydılar. Onu Kırım'nın beş tahtalarına ve yarımadadan tış yollaydılar. Sapçığından tutasın pışkenini er taraftan bakasın, koparasın ve eki sıra yerleştiresin. Müessesenin reberleri endi Kırım'nın koy hocalığı nazarligine zarar ödülüvü için ariza yazdılar. Evvelki hesaplarga göre yağmur 16,5 milyondan ziyade rubleni yuvıp yetti. Umumen Baqçısaray rayonunda 40 gektar koy hocalığı yerlerini su bastı. Birkaç kilometr uzak yerleşken komşular çaslıca ekenler.
Cumhuriyetте күчлүү яганаклар себебинден богдай жыйылуу токтотулду. Аграрийлер тек берекеттин 20%-ны жыйып жетиштирдилер. Аба себебинден Жанкой, Бакчысарай, Курман ve Акшейх районлары эң чоң зарар көрдү. 18 бинден зияды гектар кой кожалыгы жерини суу басты. Бу хожалыкларда керчектен де 3-4 айлык яганаклар нормасы ягды. Бу пек чоң элбет ve бүгүнде кой хожалыкта чалышканлар фелакетке каршы күрешелер. Умумен 20 000 гектар жерде өскен богдай ve арпаны суу басты. 300-400 гектарда берекет жок болду. Екунлеп yok olgan территорияларны февкуляде вазиет зонасы деп таныдылар. Зарар hakkında весикалар федераль идареге yollanılacak. Олар таздыкланган сон зарар не кадар olgаны ve оны одев тертиби белгиленecek. Bunun beraber Kırımda берекетнин эксери кысмы зарар көрмеді. Суу басымы фиятларга тесир этмес. Дауд Чахалов, Лилия Ислямова, Алим Сейдалиев ve Максим Голубев. Миллет үчүн Бакчысарай району. 7 yıl davamında Kırım'da 623 aile federal maksadlı programma sayesinde repatriantlar için şahsi miskinlerini elde etti. Ama kimiyetinin tarışularına bakmadan öz növbetini da 3,5 bin adam bekley. Adamlar ne vakit öz kvartiralarını elde edecekleri hakkında bizim lefhamız. Beklenilgen kvadrat metrler bu kvartirada Sabina Boychuk хорантасымен beraber yaşay. Sürgün etilgenler mesken elde etuf nevbetini onu tap 1992 sene koşkan ediler. Son beklenilgen anahtarlarını endi Rusiyalı Kırım'da 2014 sene dekabrinin 30 kunu elde etti. Bu onun doğan kunu. Ayta ki bu vakit xorantasымен beraber Житкова sokağında yerleşken Ahmejit yatakhanesinde sıkılıp yaşay ediler. Pek begenem kvartiramız буюк, кеныш пек оңайтлы инфраструктура. Яни беклегенлер эпсы мытлака бөле күнні көрерлер. Біз де көрдік, 22 ел беклеген сон. Алиме Измайлова ise kvartira nevbetine 2008 sene turdu. Şimdi kadın Aluşta yanında küçük lambat köyünde yaşay. Küçük odanın divarları eşilgen, taraşlı. Bu hem yatak odası hem aşkhane hem de bu yerde yuvunalar. Алиме Измайлова айтқаны кыбы 2010 сене sürgün etilgen гражданларның esas işlerini olar прописка olungan Aluştanın Uskut köyüne yolladılar. Kadın ayta ki o zamanını haberdar etmediler. Мен Ускут көйіне мұрajat еткенде олар маңа оларның хұрujылық фонды олмағанларыны аңлаталар. Шунын üçün Алушта шеріне мұрajat етіңіз дейлер. Ве мен мына бөйле етті бірқач ел девамында көй шурасына ве Алушта мемуриетіне қатнадым. Вақтынжы мескен бойынша контракт сентябрь айында екінлене. Yolda қалмақтан қорқып, қадын Алушта шері мемуриетіне, милетлер ара мунисибетлер ішлері бойынша Devlet комитетіне ве прокуратураға мұрajat yazdı. Yerде cevap bir. Meskenni o nevbet boyunca elde edecek. Aluşta memuriyetinde tarif etkenleri gibi onu vaqtınca yerleşken odasından köçürmege niyet yok. Kadını hesaptan çıkarmadılar. Ona yanı evde kvartira verilecek. Bu arızanı yazgan kişi mesken aluf nevbetinde 348. O meskenni nevbeti kelgende alar. Elbet hurujılık pek faal ve tez alıp barılmasını isteredik. Ama bugünkü günde o 72 kvartiralık ev kurmağa planlaştıramız. Anda adamlar nevbet boyunca mesken elde eterler. Kırımның хурujылық ve mimarlıq nazirliginde tazdıkladılar ki Aluştanın Buyuk Lambat köyünde bu sene 72 kvartiralık ev kurmağa planlaştırıldı. Leyha Asmetova sihalar endi hazır. Biz endi mına bu iyul ayında dengişmeler olacağını bekleyimiz ve avgustun sonunda ya da sentyabrın başında bu obyekt boyunca hurujılıq montaj işlerge anlaşma tüzilecek. 350 milyon ruble ayrıldı. Obyekt 2023 senegece eksploatatsiyaga tapşırılmak gerek. 7 yıl devamında Rusiyalı Kırım'da repatriantlar için federal maksadlı programı boyunca 623 aile şahsi mesken evlerini elde etti. Bu sene biz Ahmejit boyunca da 2 evni eksploatatsiyaga kirsetmege niyetlenemiz. Ve gelecek yıllar devamında bu 2022-2023 seneleri biz umumen da 17 çok kvartiralı evni eksploatatsiyaga tapşırmaga niyetlenemiz. Bu bizde umumen 1538 kvartira olacak. 3 yıl devamında Devlet Milletler Ara Komiteti repatriantlar için mesken nevbetini aman 2 kerege kıskartmaga niyetleniyor. Umumen bu nevbette 3,5 binden ziyade adam tura. Sefer Şukurova, Sivile Memetova, Artur Çalıy ve Alim Seydaliyev millet için.
Тиббиет яшайыш тарзы. Бір күнде 20 хаста. Бүгін біздің даими рубрикамызда кезлевде яшаған ве çalışқан акушер-гинеколог екіміз Севил Саттарова қында тариф етеміз. Яны дүниялар пейда олывында ярдым еткен ве зинатдашларынен тәжірибе пайлашқан инсан ақында нөвбетті келіп қамыз. Менің күнім карталар ве анализлерінің нәтижелеріні бақылуындан башлана. Эр вақыт озыны еменлікнен тұтқан детальлерге диққатлы олған кезлевлі акушер-гинеколог Севил Саттарова бірден қарар ала. Оның зинатында чоқ тұшынып отырмақ мүмкін дегіл. Бір қайтса неде қарар алмақ керек. 40 еллық тәжірибесі ве екімнің сезгірлігі нәтиже бере. Акушерство гинекология Гинекология ве эбанайлық қадынның, олажақ ананың сағлығыны ве сағлам несіл доғмасыны бірлештіре. Бұ әлбет бір девлетнің бірінші ерде тұрған вазифесідір. Ве біз бұ вазифені чезмек оғрында чалышамыз. Бұ біз үшін бұйық шерефтір. Тибет алимыны екім тесадуфен сечмеді. Адамларны тедавилемек бұ оларның айлеви үші ве зинатыдыр. Битасы, анасы, тезесі, балалықтан Севил Саттарова етрафында екімлер чоқ еді. Выбор профессии большую роль сыграл. Зенат сечуынде анам себепчі олды, Аллах рахмет елесін. О чоқ вақыт девамында родзалда акушерка олып чалышты ве біз бұ мұйтке далдық. Вақыт ағыр аяқлы қадынларны көредік. Балалар доғмақ кереклігіні біледік. Зенат сечілуінде ичте шубе жоқ еді. Орта Азияда тибби институтта тәсіл алды. Дипломыны әлде еткенінен лоқсалар залына yol алды. Анда 10 ел чалышты. Тамам о ерде қиметлі тәжірибе әлде етті. Бұ екім үшін ең esасы хастанен тіл тапмақ, ишанч. Бір күнде оңа 20-ден зияде қадын мұражат ете. Біріне диққат, қайғыру ве ярдым керек. Живу на другом участке. Дигер дамартада яшайым, ама мен бұ екімні Севил Саттарованы бегенем. О менім анамы бақайды. Мен де екінші кере оңа қатнайым. Бұ екінші балам олажақ. Зенадашлары оны идеал екім деп адлайлар. Қиметлі Севиля Ханжаровна иле біз 30 елдан берлі чалышамыз. Ве бұ вақыт девамында бір-бірімізні білеміз. Ажайып инсан, пек яқшы ана, ақыллы екім. Бұ адам ақында тамам бойле сөзлер айтмақ мүмкін. Екім екі сменада чалыша, айлесінің қол тұтывы ярдым ете. Семья, вы знаете... Айле бұ сенің арқаң. Олар бүгін менің ярдымжыларым сайла. Мен оларның балалығында әлбет оларға чоқ вақыт айырып оламадым. Шымды олар бұны дуялар ве шейіні доғру аңлайлар. Доктор Саттарованың пікірінше, эбанайлы қызметінде жандан чалышмаған адамлар чоққа бармайлар. Чүнке олар екі омыр үшін месулиетлі. Бұ эм ана, эм де евляттыр. Олег Чурин, Сабина Денеева, Азиз Неметулаев, Миллет үшін, Кезлев. Бүгінге бұйыпсы хаберлер Миллет телеканалында айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.